Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта көрсеткіштік функция және оның қасиеттеріне арналған есептер шығаратын боламыз. Алдымен берілген көрсеткіштік функцияның графигін өспелі не кеммелі екенін анықтау. Y тең 3-тің x дәрежесі. Бұл функцияның графигі негізі 3 аның мәні 3-ке тең. Ол бізде бірден үлкен болғандықтан бұл функцияның графигі өспелі болады. Яғни бұл бізде y тең 3-тің x дәрежесінің графигі. Ал осыған ұқсас y тең 0,3-тің x дәрежесі. Бұл жерде негізі 0,3, яғни аның мәні 0,3-ке тең. Ол бізде бірден кіші. Яғни 0 мен 1-дің арасында орналасқандықтан бұл функцияның графигі кемімелі болады. Кемімелі. Бұл бізде y тең 0,3-тің x дәрежесіне тең. Келесі екінші тапсырма теңдеу шешуге берілсін. Теңдеуіміздің түрі 4-тің x дәрежесі тең болсын 16-тан 1-ге. Яғни көрсеткіштік функция теңдіктің сол жағында 4-тің x дәрежесі, оң жағында 16-тан 1. Алдымен негіздерін теңестіруіміз керек. 4-тің x дәрежесі қалсын. 16-тан 1 дегеніміз, ол 16-ның -1 дәрежесі деген сөз. Немесе ол 4-тің -2 дәрежесіне тең. Негіздері бірдей болғандықтан тек дәреже көрсеткіштерін теңестіреміз. Яғни x-тің мәні тең -2-ге. Яғни 4-тің -2 дәрежесі ол бізде 16-тан 1-ге тең. Яғни берілген теңдеуде белгісіз x-тің мәні -2-ге тең деген сөз. Келесі тағы да бір теңдеу шығарайық. Теңдеуіміздің түрі түбір астында 5-тің x дәрежесі тең болсын 25-ге. Бұл жерде негіздерін теңестіруіміз керек, бірақ берілген теңдіктің сол жақ бөлігінде квадрат түбір астындағы 5-тің x дәрежесі. Біз оны жаза аламыз 5-тің x бөлінген 2 дәрежесі түрінде. Яғни түбірді рационал көрсеткіштік дәреже түрінде. Ал теңдіктің оң жағындағы 25-ті 5-тің квадрат ретінде жаза аламыз. Негіздері бірдей болғандықтан дәреже көрсеткіштерін теңестіреміз. Яғни x бөлінген 2 тең 2-ге. Сонда x-тің мәні 4-ке тең. Сонда орнына апарып қоятын болсақ, квадрат түбір астындағы 5-тің 4 дәрежесі дегеніміз, ол бізде 5-тің квадратына тең, оның мәні 25-ке тең. Сонда берілген теңдеудегі x-тің мәні 4-ке тең деген сөз. Келесі теңістіктерді шығаруды қарастырайық. Мысалға 2-нің x дәрежесі үлкен 8-ден. Бұл жерде негіздерін бірдей негізге келтіреміз. Яғни 2-нің x дәрежесін қалдырамыз. Үлкен болу керек. 8 дегеніміз 2-нің 3 дәрежесі. Бұл жердегі негізі аның мәні 2-ге тең. Ал 2-нің өзі бірден үлкен болғандықтан x үлкен 3-тен орындалады теңістігі. Олай болса, координаталық түзуге салсақ, бұл жердегі x-тің мәні үлкен 3-тен. Яғни 3-тен үлкен кез келген мәнді қоятын болсақ, 2-нің кез келген 3-тен үлкен, яғни 3 пен 0 бөлшектіктің арасында кез келген мәнінде, оның мәні 8-ден үлкен болады. Олай болса, x-іміз тиісті 3-тен плюс 8-тікке дейінгі аралықтағы мәнді қабылдай алады. Келесі тағы да бір теңістікті шығарайық. 0,5-тің x дәрежесі үлкен 4-тен. Бұл жерде 0,5 дегеніміз 2-ден 1-дің x дәрежесі түрінде қарастыруға болады. 2-ден 1-дің x дәрежесі. Ал үлкен 4-ті 2-ден 1-ге келтіретін болсақ, ол бізде 2-ден 1-дің -2 дәрежесі. Бұл жердегі негізі аның мәні 2-ден 1-ге тең. Ал 2-ден 1-дің өзі көрсеткіштік функцияда 0 мен 1 санының арасында. Яғни бұл жерде функция 5-ші қасиет еске түсіретін болсақ, функцияның графигі кемімелі. Олай болса, x пен -2-ні салыстырғанда -2-ден үлкен болған жағдайда ғана 0,5-тің x дәрежесі әрқашан үлкен болады 4-тен. Координаталық түзуге салатын болсақ, бұл жерде -2
ден кіші сандар, яғни -2 аралығында функцияның графигі. Бұл жерде 0,5-тің x-тің орнына -2 пен -2 аралығында кез келген мәнінде бұл теңістіктің мәні 4-тен үлкен болады. Сонда бұның жауабы -2-тен -2-ге дейінгі аралықты қабылдайды. Келесі, төртінші есепті қарастырайық. Төртінші есепте берілген көрсеткіштік функцияның не өспелі, не кемелі екенін анықтау. Яғни y тең квадратурасындағы 5-тің x дәрежесі. Алдымен берілген көрсеткіштік функция түрінде жазып алатын болсақ, бұл бізде y тең 5-тің x бөлінген 2 дәрежесіне квадратурасында болғандықтан түбірдің көрсеткіші 2-ге тең, яғни оны рационал дәреже түрінде жазатын болсақ, x бөлінген 2-ге тең. Олай болса, негізі a-ның мәні 5-ге тең, ал 5-тің өзі 1-ден үлкен болғандықтан, яғни негізі 5-ден үлкен, 1-ден үлкен болғандықтан, бұл функцияның графигі өспелі болады. Оны былай дәлелдеуге де болады. X алайық және 5-тің x бөлінген 2 дәрежесі. X-тің орнына келген 2 мәнді алайық. 2-ні және 4-ті. 2-ні қойсақ, 5-тің 2 бөлінген 2 дәрежесі, 5-тің 1 дәрежесі 5-ге тең. 4-ті қоятын болсақ, 4-ті 2-ге бөлсек 2, 5-тің квадраты 25-ге тең. Олай болса, 2 мен 4-ті салыстырғанда бізде 4 үлкен, ал көрсеткіштік функцияда 5 пен 25-ті салыстырсақ, 25 үлкен. Олай болса, берілген функциямыз y-тің 5-тің x бөлінген 2 дәрежесінің функциясының графигі өспелі деген сөз. Ал осыған керісінше біз y тең 1 бөлінген квадратурасында 5-тің x дәрежесін қарастырайық. Бұл жерде де көрсеткіштік функция түрінде жазатын болсақ, y тең 1 бөлінген 5-тің x бөлінген 2 дәрежесі. Немесе тең 5-тен 1-дің x бөлінген 2 дәрежесіне теңестіріп алуға болады. Бұл жерде a-ның мәні негізі 5-тен 1-ге тең, ал 5-тен 1 санының өзі ол бізде 0 мен 1-дің арасында орналасқандықтан, кез келген мәнінде x-тің кез келген 2 мәнін алып қарастыратын болсақ, бұл функцияны оңай салыстыруға болады. X-тің орнына 2-ні және 4-ті қояйық. Және бізде 5-тен 1-дің x бөлінген 2 дәрежесі бар. 2-ні қоятын болсақ, 1 қалады, 5-тен 1-дің 1 дәрежесі 5-тен 1-ге тең. 4-ті қойсақ, квадрат қалады, 5-тен 1-дің квадраты 25-тен 1-ге тең. Сонда 2 мен 4-ті салыстырғанда 4 үлкен болғанымен OX өсінде, ал OY өсінде 5-тен 1 мен 25-тен 1-ті салыстырсақ, 5-тен 1 үлкен. Олай болса, бұл функцияның графигі кемімелі. Біз сіздермен келесі сабақта осы тақырыпқа есептер шығаратын боламыз. Ал әзірше сау болыңдар.